Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз 12-ші эфирді өту үшін тікелей эфирға шығып отырмыз. Яғни Рамазан айының құрметіне 30 күнде 30 тікелей эфир деп жоба бастаған болатынбыз. Бүгін оразаның 12-ші күні біз 12-ші тікелей эфирмен алдарыңыздамыз. Бүгін өте керемет бір тақырып болады. Өмірімді өзгерткім келеді, неден бастаймын? Неден бастасақ болады деген тақырыптың айналасында табиғат Қаутай деген азаматпен Алла қаласа эфир жүргізетін боламыз. Табиғат мырза осы мәселе жайында жан-жақты бізге өзінің білімін, тәжірибесін бөлісетін болады. Иншалла бәрімізге пайдалы эфир болатынына сенімдімін. Қазір Табиғат мырза эфирға қосылсын, иншалла. Қосылғаннан кейін бірден эфирді бастайтын боламыз. Кішкене күттейік. Оған дейін как раз оқырмандар да қосыла түсер. Жалпы сабақтарды көріп жүрсіздер ме? Көріп жүрсеңіздер, сабақтар қалай болып жатыр, тақырыптар қалай болып жатыр, комментарийға бір жазып өтсеңіздер, қысқаша бір өздеріңіздің ойларыңызды, кері байланыстарыңызды, және тағы да кімді тікелей эфирде көргілеріңіз келеді, қандай тақырыптар бойынша тікелей эфир болғанын қалайсыздар. Табиғат мырза келгенше соны комментарийға жазып, бір сіздерден кері байланыс алып отырайын. Алда өткен 12, әлі 18 күн бар, 18 эфир бар. 18 эфирдің де бұлардан да пайдалы, бұлардан да сапалы болып өту үшін сіздердің кері байланыстарыңыз маңызды. Сондықтан комментарийға бір кері байланыс беріп қойыңыздар. Тікелей эфирлерді қалдырмай көріп жүрмін, керемет, әсерлі, пайдалы дейді. Рахмет. Керемет тақырып қозғалды, рахмет. Сізге дейді, сіздерге де рахмет. Көріп жүргендеріңіз үшін уақыттарына осы білім алу жолында бізбен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге де рахмет. Тағы да кімдерді көргілеріңіз келеді, қандай тақырыптар болғанын қалайсыздар, сол жайында да қысқаша жазып өтсеңіздер болады. Қазір Табиғат мырза бізге қосылу керек. 1-2 минуттың ішінде қосылып қалатын шығар иншалла. Табиғат ағай дейді. Табиғат ағай, бүгін болатын. Табиғат ағай қосылды бізге. Ассалаумағалейкум Табиғат мырза. Қазір бізге запрос тастайды. Запрос түсті. Мен қабылдап жатырмын. Техникалық ақаулық болмаса, өткен 1-2 эфирімізде техникалық ақаулық болып сақтай алмадық, бірақ сақтауға тырысамыз. Ассалаумағалейкум Табиғат мырза. Уалейкумассалам, Ереке. Қош келдіңіз. Жақсы, рахмет. Рахмет. Біздің өтінішімізді, ұсынысымызды жерде қалдырмай, осылай қабылдап, өзіңіздің алтын уақытыңызды бөліп, эфирға шыққаныңыз үшін көп рахмет. Бүгін сізбен бір керемет тақырып иншалла қозғалғалы жатыр. Табиғат мырза, әуелі бір өзіңізді қысқаша таныстырып өтсеңіз, одан кейін ақын сұрақтарға көшейік. Баршаңызға ассалам алейкум. Мен бизнес-консультант, психолог жұмыс істеймін. Есімім Табиғат. Үйленгем. 3 қызым бар. Астанада жатамын. Психологиямен айналысқаныма последний бірнеше жыл болып қалды. А так негізі бизнес аудитпен айналысқам. Сол қысқаша. Осылай. Табиғат мырза, біз енді бүгін тақырыбымызды өмірімді өзгерткім келеді, неден бастаймын деген тақырыпты алдық қой. Жалпы бұл сұрақтар, осыған ұқсас мәселелер жиі қозғалып жатады, яғни адамдар өзінің өмірін өзгерткісі келіп жатады. Бірінші осының себебіне тоқталсақ, неге адамдар өмірін өзгерткісі келеді, не жетіспейді, қандай да бір себептер бар ма осының? Бұл негізі адамның жеке басынан басталатын нәрсе емес негізі. Бұл Совет одағы енді құлдырады ғой. Бұрын бізге идеология айтатын еді, не істеу керек екен. Компартия айтатын еді, былай істе деп, мысалы, анда оқы, мында оқы, профориентация болсын, барлық нәрсені, в общем, сондай болатын еді. Үйленуге шейін, мысалы, кімге үйлену керекке шейін, мысалы, ол туыстарымыз, ата-аналарымыз шешетін еді. Қазір бұның барлық құлдырады, ешкім не істерін білмейді, идеология деген мәселе жоқ. Сол себепті әркім өзінің жолын өзі іздеп жүр. И соның ішінде қазір психология кешірім сұраймын, сәл ауырып, психологияның да қатты дамыған себебі де адамдарға ориентир керек. И соның ішінде адам өзін іздейді.
Мысалы біздің Қазақстанның өзінде де көп қой, бір дипломмен оқиды да, бірақ басқа нәрсемен жұмыс істеп кететін адамдар. Жалпы айтқан уақытта теория мен практиканың арасы айырылып кетті, бөлініп мүлдем. И адамдар өздерін іздейді. Және де бұның үстіне рухани күйзелісті де қосуға болады. Қалай ол, мынандай бір заңдылық бар социологияда. Егер бір жүйе құрайтын болса, ол жүйеден кейін жаңа жүйе басталмайды екен. Ол жүйеден кейін бұл жүйеге дейін болған нәрсе басталады екен да. Былайша айтқан уақытта, мысалы, кеңес өкіметіне дейін біз діндар халық болған болсақ, кеңес үкімет құлдырағаннан кейін біз қайтадан діндарлығымызға қайтады екенбіз. Заңдылық бойынша солай болу керек та. Сондықтан қайтадан өзімізді бір көру, руханиятымызды қайтадан жаңғырту секілді сондай талпыныстар болады, сөзсіз. Бірақ оны қалай жасаймыз, енді оған ол специалистердің, эксперттердің бар болып болмауына байланысты нәрсе да ол. Сол қысқаша осылай десе де болады. Жалпы енді онда өзгерісті алғаш неден бастау керек? Өзгерісті көп адам былай ойлайды, қалай десем екен, өзі туралы көп ойлайды да. Өзі туралы көп ойлайды. Бұл батыстың келген бізге несі, капитализммен келген әсері, біз ойлаймыз, мое дело дейді да, мысалы, менің ісім деп жаңағы өзінің несін. Көп өзі туралы іздейді. Бірақ адамның өзі шектеулі бір жүйе ғой. Белгілі білімі бар, опыты бар, иә, тәжірибесі бар, бірақ ол шекті да, оның ішінде сұрақтарымызға жауап таба алмаймыз. Өкінішке орай. Сондықтан адам қай жаққа бұрылу керек? Адам басқа адамдарға бұрылу керек. И басқа адамдардың қандай проблемасы бар деп ойластыру керек. Өйткені Алла Тағала табиғат заңдылықтарын жаратқанда, мысалы, алма ағашын жаратады, бірақ алма ағашы өзінің алмасын жемейді ғой. Немесе, допустим, любой бір кез келген жануарды алыңыз, ол өзінің жасаған еңбегінің несін, даже бизнесте де солай, мысалы, допустим, мен майка сататын болсам, мен бүкіл жасаған майкаларының, мыңдаған майканың ішінде бір-екеуін кием болды. Жасаған сервисін, мысалы, рестораным болса, мысалы, кафем болса, оның ішінде сәл бір тамағы мен жерім, қалған басқаларға да. Сол секілді адамның потенциалы да, бизнесте басқа нәрселерді құралады, басқа біреудің проблемасын шешу арқылы құралады. Менің проблемам емес, басқа біреудің. Басқа біреудің проблемасын шешемін деп жүріп, мен өзім проблема шешіп алады екенмін да. Заңдылық солай екен. Сондықтан адам өзін іздеген уақытта, өзінің ішіне үңілгенше, басқа адамдардың проблемаларын қараған дұрыс. Қай проблеманы мен шешкім келеді, қай проблема маған қатты тиеді, соны шешуге бағытталса, сол кезде өзін таба бастайды. Өзі де байқамайды. Сол проблеманы шешіп жүріп, өзінің проблемасы шешілген. Мәселе солай да. Ол даже діннен де көруге болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, онда өзінде проблема болған жоқ қой. Өзінде күнә деген, кір деген нәрсе болған. Өзге адамдардың проблемасын шешуге үшін келген адам да. Сондықтан солай да. Яғни біз өзгеру үшін, жалпы проблемамызды шешу үшін басқалардың проблемасын шешіп, былайша айтқанда адамзатқа, айналамыздағы адамдарға қызмет етуіміз керек болып тұр ғой, түсінгенім бойынша. Иә, адамның потенциалы өзгелермен шығады. Адамның өзімен шықпайды. Енді кішкене нақтырақ түсінікті болу үшін, өзгерістің алдындағы жалпы кедергілер жайында кішкене айтып өтсеңіз, қандай кедергілер бар жалпы? Мынаны қазір бірден істеп кете алмауымыз мүмкін да, сол қандай кедергілер қазір алдымыздан шығады біздің? Адамның алдына шығатын кедергілер ол бір нәрсені иеленсе. Қысқаша айтсам былай, Құдаймен жарысса. Құдаймен көп адам жарысады. Қай жермен жарысады? Құдайдың даналығымен, хикметімен және Құдайдың әмірімен, власть дейді ғой, сонымен құдіретімен жарысады. Ол қалай? Мысалы, адам ойлайды, барлық нәрсе менің қолымда дейді. Бизнес болсын, басқа бір нәрсе болсын, результат менің қолымда дейді. Бірақ Құдайдың қолында ғой. Сосын болмай қалса, быт-шыт болады, депрессия түседі. Болып кетсе, тәкаппарланып өзінше өзін ұмытып кетеді. Сол жері бар да, Құдаймен қатты көп жарысады. Немесе Алла Тағаланың даналығымен қалай жарысады? Біреуге барады да баға береді. Мынау қисық дейді. Мынау опақ, мынау сопақ, мынау талтақ деген секілді. И сол адамға баға бергеннің кесірінен қандай өзі зардап шегеді, адамдарға немқұрайлы қарайды, жаман қарайды, нашар қарайды, іштей сол адамдар ренжіп жүреді. Іштей ренжіп жүреді, тағдырға ренжіп жүреді, өмірге ренжіп жүреді. Мынау болмау керек еді дейді. Мысалы, мен күйеуімде бір қылық бар, сол маған ұнамайды дейді. Әйелімде бір қылық бар, ұнамайды дейді. Ата-анасына ренжиді, туыстарын, жақындарын, достарына ренжиді. И сол реніш оның сол адамдардың проблемасын шешуге
сол адамдардың проблемасын шешу арқылы өзінің потенциалын ашуға үлкен кедергі болады. Қатты үлкен кедергі болады. Адам біреудің проблемасын шеше алу үшін ол адамдар арасында реніш болмау керек. А реніш болмау үшін адамдар бір-біріне баға бермеу керек. Бағаны Құдай береді. Адам просто, я білем, оның, может быть, минустары бар шығар. Бірақ менің қолымнан не келеді, сол жағымен пайдалы болайын, әрі қарай өзі біледі. Ол өзі Құдай мен өзінің ортасында нәрсе. Мен оны жаратқан жоқпын ғой. Тәрбиелесе Алла Тағала өзі тәрбиелеп алады. Солай істеу керек та. Бірақ бізде олай емес. Енді мысалы консультацияға келеді, әйелдер келеді, айтады, менің күйеуімді өзгерткім келеді сіздің сабағыңыз, эфиріңіз арқылы дейді. Немесе еркектер келеді, сіздің айтқан сөздеріңізді алып, әйелім айтқым келеді, бірақ жеткізе алмай жатыр, соны қалай дұрыс айтамын дейді. Былайша айтқан уақытта сөзімді берші, мен сол сөзбен барып әйелімді, күйеуімді ұрып алайын деген сондай оймен келеді да, мысалы. Бірақ ол вообще дұрыс нәрсе емес. Еш дұрыс нәрсе емес та. Енді оны нақтырақ дұрыстайтын болсақ, қандай позицияда болу керекпіз ондай жағдайларда? Адам еш нәрсені иелене алмайды. Бір. Екіншісі, барлық нәрсені толықтай баға бере алмайды да. Ол баға бере алмайды деген мысалы, бір адамның қалай өзгеретінін, өзгермейтінін өзі білмейді. Тіпті өзіне баға бере алмайды. Өзінің мысалы қаншалықты процентті потенциал қолданбағанын өзі де білмейді да, мысалы. Егер адам өз-өзіне баға бермаса, басқаға қалай береді? Сондай нәрсе бар да. Вот. Адам енді құл болғандықтан құл орнын білу керек. И қолына тиесілі құл не істеу керек енді, өзіне түскен андай обязательство дейді ғой, міндет дейді. Соны жасауға тырысу керек. Ол қандай міндет? Мына проблемалардың арасында ең жақыны қайсысы мені қатты мазалайды, сол проблеманы таңдап, сол проблеманы шешудің жолдарын іздеу керек. Анализ жасау керек та, мына проблема қалай шешемін. Бірақ проблема шешуде екі түрлі анализ болады өзі. Біреуі анализ жасайды да, ең соңында кінәлі біреу тауып алады да, мынау осыны құртылу керек деген сияқты. Бұл кінәлі адам шықса, біреу болсын, өзіңізді кінәлап шықсаңыз, бұл шайтаннан келген анализ, бұл дұрыс емес. Мысалы, соцсеттерде көбіне сондай анализ жүреді да, мысалы, әйтеуір біреу виноват, біреу кінәлі, соны балағаттау керек. Ол дұрыс анализ емес. Бірақ егер екінші анализ бар, анализдің соңында, сараптаудың соңында кінәлі емес, действительно шынымен де шешімді тапсаңыздар, ол Алладан келген анализ. Сөйтіп бөлінеді да. Сондықтан мен ой жүгірткен уақытта соңында біреуді кінәлап шығамын ба, или наоборот сол проблема шешуге тырысамын ба, соны қарастыру керек та. Мәселе солай да. И қандай қабілеттерім бар, мейлінше сол проблеманы шешуде қанша шеше аламын, сонша шешуім керекпін. Может быть, 10%-ын ғана шешемін, бірақ қалған 90 мысалы менен кейін келетін адамдар шешеді да. Солай қалдыру керек болды. Оның рөлі сондай еді, мысалы, бірінші 10% шешіп қалу деген сияқты. Енді бұл мәселеге Табиғат мырза бір нақтырақ оқырмандарға да өзіме де түсінікті болу үшін, оқырмандардан келетін бір кейсті сізбен бірге талдап көрсек, мына оқырмандардан маған осы енді бағытқа байланысты көп нелер келеді, сұрақтар келеді. Бала тәрбиесі болғаннан кейін әсіресе ер адамның бала тәрбиеге араласпауы, барлық жауапкершілікті әйелдің мойнына жүктеп қою, немесе баланы балағаттап боқтауы деген секілді осыған ұқсас мәселелерді айтып келіп жатады. Мысалы, осыны бір проблема ретінде қарастырып, бірге талдау жасап, осыны бір нақтырақ не істей аламыз ба? Мысалы, осындай жағдайда қалай шешім іздесек болады? Ол мынандай нәрсе, қалай десем екен. Қазір әйел тыңдармандар біраз қиын болуы мүмкін, айтатын нәрсем бұл былай. Енді мен танымайтын кісілер біраз біледі, тақырыптарды талқылаймыз. Әйел заты. Ол, мысалы бір тұлға десек, личность десек, ол личностьтің үш бөлігі болады. Субличность дейді, атайды орысша. Ол қалай? Мысалы, бір әйел, бір проблема. Қатып жатырмыз. Табиғат мырза шығып кетті, қазір қайттан қосылады шығар, иншалла. Мен қайттан запрос жасады. Қазір Табиғат мырза қайттан қосылып жатыр. Кім қатып жатыр? Менің суретім бе де Табиғат мырзанікі ме?
комментарийді өшіріп қойыңызшы дейді. Табиғат мырза, егер көріп отырсаңыз, қайтадан запрос жасайсыз ба? Я шығып кеттіңіз, что-то интернет шығарып жіберді. Қайтадан вот запрос істеген ғой деймін. Жоқ, істемес, басқа екен. Тағы запрос тастасаңыз, мен қабылдаймын иншалла. Сізді қосыла алмай жатыр дейді. Интернеттен екен. Өте, вот мен қайтадан запрос Табиғат мырзадан қабылдадым. Қосылды Табиғат мырза, қайтадан қош келдіңіз. Алло, мен что-то лақтырып жіберді. Иә, Инстаграм кейде сондай несі бар. Сұрақты басынан бастап айта берсеңіз, өйткені қатып қалып. Иә, мысалы, әйелге байланысты нәрсе, бұл бала кезінде болады көбіне бұндай оқиғалар, бір зорлықты немесе бір әділетсіздікті көреді. Сол әділетсіздікті көргендіктен, шеше алмағандықтан әйелде мынандай бір реакция болады. Енді бала кезде көбіне жастық шақта болатын нәрсе. Мына тұлғалық несі, личность үшке бөлініп кетеді, субличность дейді. Біреу кішкентай қыз, нәресте бала секілді, кішкентай маленькая девочка дейді. Бұл адамның өте нәзік жағы. Нәзігі, мысалы, жүрегі, ішкі дүниесі өте нәзік жері. Бұл жабылып қалады дейді. Жабылып қалады, ана тасбақа жабылған секілді, кірпішешен секілді. Сосын оны қорғаймын деп екінші субличность шығады. Бұл стерва деп атаймын, бұны стервозность дейді. Андай бір жестокий жағы, бұл өте қатыгез жағы пайда болады. Неге? Өйткені әлем әділетсіз, сондықтан мен қатыгез болуға правам бар деген секілді, сонда установкалар пайда болады. Сосын мынау тым жабылық, мынау тым қатты ашық, мына екеуінің ортасында баланс жасау үшін үшінші субличность пайда болады. Бұл үнемі еңбектеніп жүретін әйел. То есть андай пахар әйелдер болады. И мынандай нәрсе басталады. Осы үш субличностьпен адам, әйел заты өмірге бастайды. Мына жағымен, мына стервозность жағымен алдайды, арбайды, жаңағы біреуге зиян жасайды, өсек, ғайбат, сондай нәрселер бұдан шығады. Мына жақ үнемі жылау, ренжу, сондаймен айналысады. Мына жағы асырау, жұмысқа бару, карьера істеу, ақша табу, бала-шаға деген секілді. И жаңағы әйелдер, айттыңыз ғой, мысалы, келеді, күйеуім бүйтпейді, жетпейді деген. Бұл әйелдер мына орта жағында субличность бар, бұл тозып кетеді. Шаршап кетеді бүкіл нәрсені өзімен мойнына алып жүруге. Сосын ойлана бастайды. Неге олай болды деп. Күйеуіне қарайды, балаға несі қатысы жоқ, үйде несі жоқ, бір әйтеуір жүрген біреу, мысалы. Қазақша айтқан уақытта бір сорлы, бейшара деген сияқты. Сосын енді ойлана бастайды, анализ жасайды. Негізінде ақиқатында неге? Мына мәселе стервозностьта. Мына стервозность, субличность бар ғой. Бұл үш түрлі болады. Үш түрлі әйелде үш түрлі болады. Бір стервозность жағы, ол дегеніне жылап жететін әйелдер болады. Көп жылап жеткісі келеді. Өйткені бала кезінде ол солай болған. Ешкім оны елемеген, тыңдамаған, қыстырмаған. Сол себепті ол единственный бірақ немен жеткен, ол жылау арқылы жеткен. Көп ұзақ уақыт бойы жылап отыратын балалар болады ғой. Сөйтіп психикасына қалып кеткен, что мен если көп жыласам, мені біреу тыңдайды, байқайды деген секілді. Ол сөйтеді. Чуть-что бір нәрсе болса жылайды. Екінші тип әйелдер, олар грубый әйелдер болады. Вроде денесі әйел, бірақ ментальность еркек секілді. Олар мен күшпен аламын онда дейді да, барлық нәрсе. Маған егер нетпесеңдер, күшпен аламын. Аю секілді болады, қатты болады. Сосын үшінші тип әйелдер болады. Бұлар кокетка болады, андай флиртпен айналысады. Бұлар алдайды, бүйтеді, істейді, андай қызықтырады, бір несімен, өзінің сұлулығымен, денесімен қызықтырады да, бірақ өз несін істеткізіп алады. Сондай үш тип әйелге, мынау айлакер, үшіншісі мынау грубый болады, күш болады, мынау көп жылайтын болады. И негізі үшеуінде де қолданады любой әйел, но біреуі қатты басында болады да. Енді бұл үш түрлі әйел, үш түрлі еркекті іздейді. Мына көп жылайтын әйелдер тиран іздейді. Оны ұратын, қыспақтайтын сондай еркектерді іздейді. Неге? Өйткені сондай еркек оған керек та, өзінің ішіндегі жылауын ақтап алу үшін. Мысалы, қол көтерген уақытта айтады, қол көтерді, анау дейді. Немесе зорлық жасады, бүйтті, сөйтті деп. Үнемі зорлық жасайтын, жамандық жасайтын, қиянат жасайтын қатты сондай еркектерді іздейтін жылауық әйелдер.
мына аю секілді қатты әйелдер бұлар сорлы еркектерді іздейді. Бейшара, мынау қарашы, мынау еркек па дейді да, мысалы, мынау еркек па. Мынаның сорлығының кесірінен мне приходится еркек болуға дейді да, бұндай әйелдер. И бұлар жесткий болады, қатты болады. Өзінің қаттылығын ақтап алу үшін сондай әлсіз еркектерді іздейді бұлар. Қолынан дым келмейтін, сондай бір еркектерді іздейді. И мына үшінші кокетливый әйелдер, олар измена жасайтын еркектер болады ғой, сондайларды көп іздейді. Өйткені өздері де сондай нәрсені іздеп тұрады да, былайша айтқан уақытта. То есть андай әйелдер болады, мына еркекті өзіме қаратты, мынаны қаратты, мынаны қаратты. То есть еркек санын санайтын әйелдер болады, медаль секілді. И сондай еркектерді іздейді. Тоже сондай орында тұра алмайтын, бір әйелмен болуға сабыр ете алмайтын, басқа әйелдерге барғысы келетін, сондай еркектер іздейді. Анау басқа әйелге қарады, сондықтан мен басқа еркекке қарауға құқым бар дейтін әйелдер солар болады да, мысалы. Өзін ақтап алады сөйтіп. Өйткені өзі шынымен де қарағысы келіп тұр, и так, сондықтан соны ақтап алып сондай еркектер іздейді да. Вот енді бала тәрбиесіне келген уақытта бұл қарау керек та, мына үш әйелдің қайсысы келді деген уақытта. Біреу жылап келетін, или грубый келді ма, или жаңа кокетка келді ма. Байланысты уже жаңа терапия басталады. Бұл үш әйелдің қайсысы бар, бірінші осы белгілі. Содан кейін бұл әйел неге сондай болып кетті? Неге мысалы жаңағындай қатты болып кетті? Неге жылауық болып кетті? Неге мысалы жаңағындай кокетка болып кетті? И сараптап өткен шағына шейін түсіп, қай жерде травма кетті? Көбісінде негізі өзінің әкесіне деген реніштен болады, немесе анасына деген реніштен болады, немесе бір зорлық көргендіктен, немесе анасы зорлық көріп тұрған уақытта көрген, өзі бала кезінде көрген әкесінің зорлық жасаған айналасына деген секілді. Сондай нәрсенің себепті болғандықтан сол событиялар бүйтіп өзі терапия консультация кезінде өзі бүйтіп шығады адамда, қалқып шығады да бұның барлығы. И жаңағы консультация басында былай жүреді. Мен бірінші жаңа стероз жағымен сөйлесем. Неге? Өйткені әйелдердің көбісі консультация алу үшін келмейді. Особенно еркектерге сенім жоқ әйелдер. Не үшін келеді? Бұлар бір жерде естиді. Бір психолог бар екен, там сәл-пәл руханияттан айтады екен, анау екен, мынау екен. Мен бұны сынайын дейді. Өйткені мына қатты жағы, стерозный жағы. Ол неліктен пайда болды? Бүкіл еркектер нашар, жаман, сондықтан мен өзімді қорғауға міндеттімін дегендіктен шығады да, стерозный жағы. И бұл, когда нормальный бір еркек бар екен, әділетті, адал еркек бар екен деген көргенде, соны жойғысы келеді. Өйткені ол еркектің бар болуы оған зиян, оның өзіне зиян, оның стерваның әділетсіз екенін көрсетіп қалады да. Сол еркектің просто бар болуы. И келеді, консультацияға келеді, тисе бастайды. Мысалы, жылауықтар бейшаралыққа басады. Көп жылайды. Ой, анау проблема, мынау проблема. Енді консультацияның жартысы 40 минут кетіп қалады. Сосын мен айтам, қарашы, бұл бүкіл оқиғалардың іштерінде самый күнәсіз, қатесіз кім? Кімді не етесіз? Или сіз мына бүкіл жылауыңыз арқылы не істеңіз деп тұр? Ақталғыңыз деп тұр. А неге ақталғыңыз деп тұр? Өйткені өзіңізді кінәлайсыз. Адам ақталғысы келеді, когда өзінің подсознательно санасында кінәласа. Содан шығады, дейді, өзінің стерва жағы бар екен. Көп әйелдер өзінің стервалық жағын байқамайды кейде. Потому что постоянный механизм болып тұрады да, вечный. Ана не секілді, тасбақаның панцирь секілді, ол байқамайды бар екен. Кейін жаңа консультация түсініп қалады, кәсі менде де сондай жамандық жағым бар екен деген секілді. Мына аю әйелдер, олар консультацияда еркек жамандаумен өтеді. Ой, анау сорлы, мынау бейшара, анау деген секілді, сонымен жүреді. Сосын барып мен айтамын, енді жаңа тоже әңгіме келген уақытта, сіз неге оны ездіңіз, неге оны бастыңыз, мысалы, женственность жағыңыз қай жерде деген секілді сондай болады. Мына кокетливыйлар, олар не істеуге тырысады, олар немен ойнауға тырысады. Кәдімгідей сол жерде отырып, кәдімгідей ненің өзі микросигналы деген нәрсе болады. Шашын бүйтеді, көзімен бүйтіп қабағымен қарайды, сондай нәрселер жасайды специально. И адамда шынымен де, мысалы, еркекте андай өзінің әйелінен өзге біреуге қарауға деген ынтасы бар болып тұрса, сол нәрсе еркектің жүзінде көрінеді. Мысалы, бір әйел келіп етегін дұрыстаса, басқа бір еркек, вообще танымайтын, вообще басқа танымайтын еркек, егер просто басқа бөтен әйелдер қарағысы келіп тұратын несі, желаниясы болып тұрса, сол еркек бүйтіп қалады, ананың етек тартқанда бүйтіп ойланып қалады, қарап қалады. И әйел соны оқиды. Әйел жаңа іштегі стерва өзін соны оқып қояды.
сол себепті жаңағындай әйелдер келеді да консультацияда менімен ойнайды. Андай қырындауға бүйтуге, но очень тонко жасайды бұл нәрсені. Очень тонко жасайды. Мысалы, допустим, шай ішіп отырмыз да, допустим, ортаға шай алдық, сынайды. Шайды таңдауға келген жоқ. Мысалы, кейде консультацияда мен неде өткіземін, кафеде өткіземін да. И шайды таңдағанда, мысалы, мен айтамын фруктовый шай дейді, ал басқаша шай дейді. И осы кезде жылауға әйел болса, ол тізгінді маған бере салады. Ана грубылау әйел болса, жоқ, короче, менің шайым дейді. Ана кокетливый әйел сіздің шайыңызды алуға тырысады, бірақ маған шай құйып берсінші деп отырады, қарап отырады, құйып беремін, құйып бермеймін. Если құйып берсе, значит, одан кейінгі нәрселерді тыңдайды, одан кейінгілерді тыңдайды, одан кейін сөйтіп. В общем, консультацияда сондай бір ойындар болады. Жарты сағат, может быть, 40 минутта ойындар болады. Сол ойындар нәтижесінде ойнап келді, содан кейін сосын айтады, қараңыз, мына жерде былай ойнадыңыз, мына жерде былай, мына жерде былай, мына жерде былай, мына жерде былай. Содан кейін мына стерва жағы, дейді, ұсталғанын түсінеді. Сосын басылады. Енді сопротивляемся, бір басылады. Ол басылды ма? И мен оған уже андай әйелге секілді емес, андай кәдімгідей консультационный клиент ретінде қарағандықтан, қарады деп көз жеткендіктен, уже андай ой пайда болады. Еркектің барлығы, оказывается, жаман емес екен, нормальныйлар бар екен, тыңдауға болады екен, сенуге болады екен деген установкалар басталады да. Сенуге болады екен, ең маңызды сенуге. Сенім құралғаннан кейін стервозыңыз басталады. Одан кейін мына әйел ортаға шығады. Әйел жаңағы енді шыдап келді ғой, енді жылдар бойы тозып келген күйеуін ананы шыдап келген, бұл өшір жарылады. Бүкіл проблемасын айтады. Бүкіл жаңағы ұйықтамаған түндерін, қиналған кездерін, тяжелый родыдан бастап барлығын айтады. Бұл прям енді қай жерін тестеңіз не шығады, в общем, проблема, көп проблемалар айтады. Бұл проблема шеш деген мақсатпен айтпайды. Бұл хотя бы мен тыңдашы деген мақсатпен. Потому что бүкіл нәрсе ішіне лақтыра берген ғой, ешкім білмейді оның қаншалық қиналған ше, қаншалық зардап еткен. Әйелдер 40 жаны бар деген бекер айтылмады. Көп проблеманы ішіне лақтырады да. И соны тасып жүреді. Шыдамдылығының, сабырлығының кесірінен көп қап секілді жинап қояды да. И содан кейін жаңа нәрсе шығады, төгіледі, барлығын айтады. Оны тыңдап болғаннан кейін уже жаңағы басылады, уф дейді. И содан кейін кішкентай девочка дедік қой, нәзік жағы, осы сол жағы өтеді. И осы жерде нағыз консультация басталады. Бұл жерде уже жайлап жаңағындай уже нәзік жұмыс істеу керек. Ішкі дүниесімен проблемасын қарап, сезіп, ол көбіне мына маленькая девочка сублимский шағы проблемасы бар екенін айтпайды. Ол сіздің мені оқып қой, менің орныма айтшы деп отырады да олар. И көбіне, мысалы, мен әйел клиенттерге айтып отырамын, сіз мысалы мына жерде былайсыз, мына жерде былайсыз, мына жерде былай, мына жерде былай айтып бергеннен кейін, содан кейін ол түсінеді. Дейді да. Мынау мені оқиды екен. Мен айтпасам да мені түсініп тұр екен. Онда зачем маған жабылуға дейді да, бүйтіп ашылады. Гүл секілді бүйтіп ашылады. Содан кейін сосын сөйлесе бастаймыз. И бұл уже есейе бастайды. Өйткені мына кішкентай субличность қиналып қалды, тайжап қалды, жабылып қалды бүйтіп, ашылмаған гүл секілді. Бұл бүйтіп ашылады и есейе бастайды, былайша айтқан жаңағы сол консультацияның өзінде өзгере бастайды, құлпыра бастайды. И мына стервозностьпен мына әйел жақтан келген субличностьтар ериді да, мынаған өтеді былай, кішкентай қыз өтеді да. Мына қыз өйткені былай дамып келе жатқан бір жерде қатты зорлық көргендіктен тоқтап қалғанда развитиесі. И развитие мына жерде стервамен жалғасқан, и немен әйелмен жалғасқан да. И мынаны бәрі ериді, мынаған түседі. И бұл үш нәрсе, үш бөлініп кеткен, жаңағы шашырап кеткен нәрсе бір-біріне бүйтіп бірігеді. Біріккеннен кейін бір общий бір ортақ бір тұлға секілді нәрсе, стержень пайда бола бастайды. Конечно, ол сразу 100% қалыптаспайды, но хотя бы бірінші консультацияның өзінде фундамент құрылады, иншаллах. И содан кейін уже әйел уже өзін оқиды, өзін оқуды үйренеді. Мысалы, консультация бітті, барлығы нетті, кетеді. Өз өмірін сүріп жүрген уақытта қай жерде стерва шығып қалды, қай жерде әйел шығып қалды, қай жерде кішкентай қыз мұжылып қалды, соны барлығын оқып тұрады. И өз-өзін сырттан, со стороны көруді үйренеді. И жаңа стерваны бүйтіп басуды үйренеді. Жаңағы қойсайшы деген секілді. Уже мысалы күйеуіне, допустим, 10 рет грубить етсе, бұған дейін, уже 9 рет грубить етті, оның ішінде ұстап алады бүйтіп. Әзер ұстап алады. Сосын айтады, жоқ, қойшы, істеме дейді. Сосын 8 рет грубить етсе, 2 рет ұстап алады деген секілді. Сосын 7 рет, 3 рет сөйтіп, өзін тәрбиелеуді, өзін андай орнына келтіруді, қырыла беріп, ұрса беріп, ренжи беріп емес, кәдімгідей бүйтіп спокойствие, балансты табуды, соған
жақындайды и ең соңында постепенно жаңағы нетеді тұлғалық даму процесі басталады. Бұған дейін тұлғалық даму процесі жүрмейді. Үш субличностьқа шашырап кеткен болса, өйткені ол жерде мүмкін емес. Бұл андай мүшеленіп қойған секілді нәрсе болады да, андай оны бір жинап алу керек. Содан кейін ол уже өседі. Сол, білмеймін, біраз андай консультацияның несін механизмін айтып отырсын. Бұл профессионал психологтар бұны сразу түсінеді. Қарапайым адам, может быть, сразу түсінбеуі мүмкін, но процесс осылай жүреді. Керемет. Енді әйелдерге ұнамайды деп осыны айттыңыз ғой. Енді ер адамдармен өткізген консультацияларыңыздағы бір-екі осындай нелерді айтсаңыз, қызықтардың түрлерін деген секілді. Иә, еркектерде мынандай нәрсе, еркек әйел затына қарағанда не айырмашылық? Әйел заты біреумен сөйлескен уақытта қиналмайды. Намысы қиналмайды, ары қиналмайды, көкірегі қиналмайды әйелдікі. Потому что әйелдерде майда-шүйде жұмыс көп қой. И сол себепті перегревание көп болып кетеді. Сол себепті ол сол напряжение түсіру үшін біреумен барып, отырып шай ішіп әңгімелескенін ұнатады. А еркектер ол емес. Еркек егер біреуден ақыл сұрау керек болса, ол қай уақытта ақыл сұрайды? Когда действительно проблема бытшыт болғанда. Өйткені еркекке барып біреуден ақыл сұрау, ол намысына ауыр тиеді. Ол біреуден ақыл сұрау, это все равно, что айту, я не справился, мен қолымнан келмеді, сол себепті мен ақыл сұрауым керекпін деп. Еркек жаңа өзінің көкірегімен көбіне төбелеседі. Мысалы, еркектен арасы суицидтің несі үлкен болады, себебі де содан. Ол барып ақылдаспайды. Ол сөйтіп шыдап жүреді, сосын барып жарылып, барып суицид жасап жүреді. Сондықтан еркектерге өте қиыннан барып ақылдасу. Бірақ егер келген уақытта бұл жерде менің ісім ол еркекке деген сыйластығымды көрсету арқылы көрсетіп, одновременно ашылуыңа болады дегенді көрсету. Чтобы ол еркек өзінің проблемасын айтқан уақытта абыроймен көзіне түсіп қалмайды. Ол да мені сынайды, конечно, тоже. Сынайды, проблемасын айтады анау. Еркектер көбіне алыстан бастайды. Әйел мысалы жарылса, сразу жылап нетсе, еркек алыстан бастайды. И еркектер көбіне абстракт нәрсе туралы сөйлескен жақсы көреді. Мысалы айтады, бір адамның өмірінде мынандай бір проблема бар екен. Ойыңыз қандай? Ол адам сол өзі негізі. Как будто біреу арқылы айтып тұрған секілді болады. Сондай айналдырып сөйтіп келуге тырысады, мысалы. Жасырын сөйлеуге тырысады. И мен айтамын, осылай деп. Пердені жыртпаймын мен. Мысалы, әйелдерде пердені жырту керек болып тұрса, өйткені ол стереозностьті байқау керек. Еркектерде перде жыртылып кер жоқ. Бірақ еркек сразу түсінеді. Что я хотел сказать, ол не алсын, бәрін бір-бірін түсініп тұрамыз. Но сондай бір ойын болады арамызда, бір перде секілді нәрсе болады. Намысына тимей, арына тимей деген секілді. Но онда да айтайын енді, қанша дегенмен консультация кезінде адам ышқыры бүйтіп шығады ғой, сондықтан небір еркектер келеді, и мысалы еркектердің көбісі ашық жерде кездескен ұнатпайды. Өзінің, енді бұл особенно лауазымды еркектер болады, өте бай, сондай жағдайы еркектер. Олар өздерін офисына шақырып алады. Жаңа охрананы өткізіп, бүйтіп, чисто өзіміздің менің личный кабинетіне сөйлесейікші дейді, мысалы. Неге өйткені басқа біреудің көргенін қаламайды. Кейбір еркектер айтады, табиғат дейді, егер бір жерде кездесіп қалсақ, сделай вид, что ты меня не знаешь дейді, мысалы. Мен білгенімді, то есть танымайтын секілді өтші дейді, мысалы. Өйткені ешқандай психологқа барады деген нәрсені қаламаймын дейді. Жарайды, базар жоқ, проблема емес дейді. Сондықтан ең соңында сондай бір пердені жыртпай нетеміз, но соның өзінде де былай айтайын, бұл біздің халыққа тиесілі нәрсе ме, или басқа халықтарда да общий дүниежүзілік нәрсе ме, мен оны точно білмеймін, но біздің халықта сағынсынған еркектер өте көп. Бала кезде, мысалы, ез жергенде бұларды. И сол сақтап қалады екен. И андай консультация кезінде жылайтын еркектер де болады. Өтірік емес. Андай қиналып болып келіп, жаңағындай. Сондықтан мен бұған да нормально қараймын. И олардың проблемалар көбіне жаңағы не нәрседен болады? Барлық нәрсені өзі ойыным алам дейді, тоже қиналады. И андай жұрттың баласы деген салыстырып өсіру деген нәрселер көп. Сосын қалай десем екен, жауапкершілік дейді да, мысалы. Жауапкершілікті өзіне мойнына алам дейді да, Құдайдың рөлін ойнап кетеді. Барлық жерде менің қолымда деп, содан тозып кетеді. Сосын әкелер мен ренжістер көп болады.
әкесі өткен кезінде жанды болмаған әкелікті көрсетпеген да, мысалы қандай болу екен. Бұл да білмейді қалай әке болу керек. Уже 2-3 баласы болып тұрса да қалай әке болу екен. Сосын анасымен тоже проблемасы болады. Анасы жаңағы таңдаған әйелін, то есть уже келінін шұқи береді. Бұл оған ұнамайды ол. Вечно сол келін мен ененің ортасында жүреді, шапқылап. Ана жақтан да удар келеді, мына жақтан. Өйткені мынаны жіберейін десе анасы, мынаны жіберейін десе әйелі, то есть балаларының анасы уже. И тоже тозады. Кәдімгідей тозады. И еркектерде андай не болады даже. Енді қазіргі бұл тенденция, бұл қатты көріп келе жатқан тенденция, екінші әйел аламын дей салды да. Барлық кетіңдерші дейді да, екінші әйел аламын дейді да бәрі. Вот, екінші әйел алу арқылы анамның да аузын жабам, ананың да аузын жабам, әйелдің да аузын жабам, барлық, короче, всем я докажу, всем покажу деген секілді. То есть, атомный бомба түсіреді ғой, сол секілді. Ни мне, ни тебе, никому деген секілді атып жіберемін, короче, деген секілді, сондай бір жесткий не кетеді. И алатындар да бар араларында, уже алып болғаннан кейін қиналып жүргендер көп болады. Ол тоже онда стадиялары бар. Уже алғаннан кейін әлі айтпағандары стадиясы бөлек болады. Олар қашып жүреді. Ана үйде бір тұрады, мына үйде бір тұрады деген секілді. Уже айтып қойғаннан кейін үлкен скандал болғандардың халі вообще бір түрлі болады. Уже туыстармен арпалысады, жаңағы өзінің қайын жұрты келеді, там, сен біз саған сенген едік, қызымызды берген. Уже үйленгендеріне 15-20 жыл өтіп кеткен. Бірақ как будто кеше ғана берген 18 жастағы қызды қорғағанда бүйтіп, ана жақтан шум басталады. Бұл көбіне енді, конечно, ақшалы бар жігіттер ғой енді. Бұл жүреді жаңағы миллиондарын санап, ана қайын жұртты, мына жерін аузын мына ақшамен жабам, мына ақшамен жабам деп сөйтіп тоже қиналып жүреді да. В общем, сондай проблемалармен еркектерді осылай көбіне. Жақсы, рахмет Табиғат мырза. Енді бала тәрбиесіне байланысты бір нәрсе сұрағым келіп отыр. Енді өзіңіз 3 қыздың әкесімін дедіңіз. Әке ретінде өзіңіз ұстанатын 3 ұстанымыңызды айтып өтсеңіз. Бала тәрбиесінде. Өтірік айтпау. Біріншісі өтірік айтпау. Вот прям біледі, прям 100% біледі. Ол даже мен өзім байқамай өтірік әртүрлі болады дейді, мысалы айтады ғой, асырып сілтеп айту, ол да өтірік дейді. Сол секілді бала оны да оқып қояды. Асырып етіп керегі жоқ, или жасырып керегі жоқ. Как есть айту керек бала. Бала үлкен кісілерге қарағанда шындықты қабылдауға намного легче жүреді бала. Бала оңайырақ қабылдайды. Үлкен кісілер қиналады қабылдауды. Өйткені үлкен кісі соттайды ғой, соттайды, и шындықты, как есть айтсам, онда мен өзім жексұрын боламын, басқа жексұрын болады деген қорқаттар, сон нәрсе. А бала онда емес. Бала кәдімгі ашық, ол шындықты айтсаңыз, ол қабылдайды. Просто өзінің жаңағы түсінетін ақылына, түсінетін деңгейге түсіріп, сөйтіп нету керек, артық шындық айту. Сондықтан ең бірінші ұстанатын нәрсе шындық айту. Өтірік айтса болмайды. Вообще болмайды. Мысалы, мен ұнатпаймын, мен кішкентай қыздармен жүрген уақытта көшеде анда-мында жүргенде танымайтын кісілер немесе туыстар өтірік айта бастайды. Қазір папаң келеді, саған бір нәрсе алып береді, или мамаң келеді, бүйтіп береді. Қазір жыламай тұра тұршы деген секілді өтірік алдайды ғой, андай болады ғой. Мен айтамын, жоқ деймін, олай емес. Мен алып бермеймін саған деймін. Мына сен жылады деп, мен алып бермеймін. Өйтіп нетпей ақ қой деймін да. Или же андай сол жерде айтуға тырысамын, енді үлкен кісілер неткен уақытта қиын да бұны істеу. Бірақ более-менее сөзім өтетін кісілер алдай бастаса, баланы мен айтуға тырысамын, олай айтпаңыздар деген секілді. Екіншісі әділеттілік. Өйткені 3 қыз ғой. Үшеуіне де мен екінші әйел алған жоқпын, бірақ көп әйел алған еркектердің халін түсінемін ше. Қалай түсінемін? Менде 3 қыз бар. Біреуіне бір нәрсе берсем, екеуі салыстырады. Бізде бір уақыттар болған, мысалы, көйлек алып жүреміз да, әрқайсысына әртүрлі. И мынандай бұлар бірігіп алды да, үшеуі бірігіп алды да, неге біздің көйлектеріміз әртүрлі деді. Кәдімгідей предъявление жасады. Ой, андай түсіндіре бастадық. Жоқ деді, бірдей болу керек деді. Хорошо, жарайды. Осыдан бір 2 жыл бұрын болған оқиға. Жарайды дедік та, алдық та бірдей алдық. Где-то 2-3 айдай жүрді. Ығыры шығып кетті, олар сосын кимейміз деді. Таңертең кәдімгі садикке дайындалып шыққан уақытта самый андай критический момент қой, таңертең тез киіну керек. Сол кезде ничего кимеймін деді. Қалай кимейсің? Ол бірдей ананы ұқсайды деді. Дедім сол кезде. Хорошо дедік. Одан кейін әртүрлі аламыз деді.
И біз мысалы әйеліміз екеуміз егер киім алатын болсақ, кәдімгідей талқылаймыз, кәдімгідей торговый домның ішінде, бутиктің ішінде отырып талқылаймыз. Мынаны алайық па, мынаны бүйтейік па, мынау цветтер слишком ұқсас емес па деген секілді. Сондай. Үлкен қызымыз единорогқа байланысты нәрсені жақсы сөйледі. Ортаңғы қызымыз андай больше андай шапкесі бар, сондай жасырын бүйтіп жүретін, ана бандит адамдар киінеді, сол секілді киінген жақсы көреді деген сияқты. Үшінші қызымыз девочка болғысы келеді деген секілді. То есть үшеуінікі үш түрлі. Білмеймін, сіз ана нені көрдіңіз, бір мультфильм бар, гадкий я деген. Бір андай злодей туралы иностранный мультик. Сол жерде үш қыз болады. Сол үш қыз точно бізге қыздарға қатты ұқсайды, персонаж ретінде, психотип ретінде. И в общем, әділеттілік, екінші стандарт нәрсе әділет болу керек. Біреуі маңдайын сүйді ме, қалған екенді сүю керек. Мысалы, даже ұйықтап жатады, үшеуі де ұйықтап жатады. Біреуі маңдайына сүйдім, қалған ұйықтап жатқан екенді маңдайына сүйіп кетуім керек. Бұл өте маңызды. Немесе, мысалы, мен светофорда өтіп бара жатырмыз. Садикке өтіп бара жатқан уақытта жасыл болғанда жүреміз, қыздармен жүреміз, сөйтіп үйретемін да. Кейін садикті қалдырғаннан кейін, если жасыл жанбай тұрса, жалғыз өзім тұрмын уже светофорда, жүрмеймін. Жасыл жүрген уақыт, жанған уақыт сол кезде ғана жүремін. Неге? Өйткені мен сөзімнің әсері сақталады, егер мен өзім сол істеген нәрсені, айтқан нәрсемді істесем. Даже если это просто светофор болса да. Бұл өте маңызды. Бұл адамдар бұны байқамайды. Ойлауы мүмкін, что до такой степени прям чувствительный болу керек па, деталь деген. Я действительно сондай болу керек. Шынымен де солай болу керек. И болмайды андай. Кішкентай балаға андай бала бар кезде мынандаймын, бала жоқ кезде мынандаймын, болмайды ондай. Өйткені балалар сөздер тыңдамайды. Балалар біздің тұлғамыздағы немізді оқиды. И ол оқуға келген уақытта, егер мен мына жақта мынандаймын, баласы мынандаймын болсам, ол бала оқып қояды ондай нәрсе. Мен жасыруым тұрсым мүмкінмін. И как раз таки олар оқып қойғандықтан, мен жасырып тұрмын, мен еще хуже 200 болып кетемін да оның көзінде. Бірақ оны пока ол түсінбейді. Но түп санасында, потому что аналитикасы әлі дамымаған, түп санасында бірақ уже маған деген сенімі түседі. Өйткені әкем былай деді, бірақ басқаша істейді. Мысалы айтады, темекі тартпа дейді, бірақ өзі тартады деген секілді. И бұл да сол нәрсені үйренеді. Балалар болады ғой. Неге өйтіп арқасын тығып тұр? Білеміз ғой, біз арқасында ұстап тұрған, мысалы, фломастермен, допустим, обойларын нетіп ұстаған. Көрініп тұр ғой, арқасында фломастер тұрған. Но неге тығып тұрады? Өйткені ата-анасы сөйтіп тығып тұрады да. Ұялмай тығып тұрады ата-анасы баласына. И баласы да сосын бар сөйтіп тығып тұрады. А біз сырттан қарай, ой, қандай күшті, күлкінішті екен деген секілді. Бірақ ол емес, ол бала просто уже адаптировать еткен жаңағы поведение. Сондықтан екінші нәрсе ол әділеттілік. Үшіншісі ол забота, қамқорлық. Уже қамқор болу керек, уже андай құшақтау керек. И құшақтаған уақытта шартсыз құшақтау керек. Сен былай істесең ғана мен сені жақсы көремін деген болмайды. Шартсыз, просто шартсыз. Сен келдің өмірге, келдің. Мен әйеліммен өмірге келуіме мен ақылдасқан жоқпын сенімен. Сондықтан мен саған жауап беремін, сен маған емес. Көп адам андай міндетсінеді да баласының жаңағындай. Шарт қояды, как будто баласы андай бір шақырылмаған қонақ секілді келгендей өміріне. Ол дұрыс емес ол. Оның бұл дүниеге келуіне мен ғой себеп болған. Ол андай өзінің ерігінде болған жоқ. Келді уже. Если үйленбесем, онда келмес еді. Онда неге үйлендің? Егер бала көтерген болса, или балаң бар болса, неге үйлендің? Онда үйленбей жүре алмайсың ба? Мысалы, үйлендім бе, бала болды ма, болды енді. Онда уже нету керексің. Отвечай за свои действия. Конечно, кейбір тыңдармандар ойлап қалуы мүмкін, ой, табиғат супер честный, супер әділетті, супер қамқор. Жоқ, олай емес. Онда айтайын, 100% болмайды ешқашан, әрине. Бірақ мейлінше қолдан келгенше істеуге тырысу керек. Мысалы, екінші қызым особенно мен қатты справедливостьке қатты қарайды. И егер мен қателесіп жатсам, отырады да кешке сұрайды менен. Әке, қара, сен мынандай ойыншық алдың, менің мына жері мына ойыншығым сынып қалған, олардікі сынып қалмаған. Или менікі дұрыс, ананікі қате. Неге? Сұрайды кәдімгі. Біз кәдімгідей отырып отчитывать етеміз баламыздың алдында жаңағындай. Өйткені егер мен оған кетші бар, жабозын деп, мысалы, мыжып тастасам, кейін ол бір әділетсіздік көргенде қоғамда анда-мында бұлқып қалатын біреу болып өседі ол. Үндемей отыра берейік. Бізде содан ғой андай бір қате болып жатады, мысалы, бір әділетсіздік болып жатады, бір қиянат, зорлық болып жатады. Халық қарап тұрады да бүйтіп. Ана маңыраған қой секілді неге қарап тұрады, шарбаққа сол секілді қарап тұрамыз. Адам жанып жатыр ана жерде, мысалы, қиналып жатыр.
біз қарап тұрамыз. Туысың болуы мүмкін, жақыны болуы, қарап тұрамыз. 10 адамның біреуі, екеуі келіп бәлкім айтар, братан, не болды, там, проблемаңды айт, қарындас не болды деген секілді. А так, көбіміз бүйтіп қарап тұрамыз да, бір зритель секілді ше. Еще оны жаңағы роликті жіберіп, анда-мында деген. Сондай. Сондықтан осы үш ұстаным десе, может, солай болар. Керемет, Табиғат мырза. Табиғат мырза, енді мына қазір Рамазан айындамыз ғой. Оразаға байланысты бір өзіңіздің балалық шағыңыздан, алғашқы оразаларыңыздан бір естелігіңіз. Мен оразаны енді прям балалық шақта бастады деп айта алмаймын. Сол алғашқы оразаларыңыз қай кезде бастаған болсаңыз? 10-шы сыныпта бастаған, бірақ 10-шы сыныпта енді бұны айтқаным дұрыс па білмеймін енді. В общем, бұзақылық көп болды мектепте дейікші. Қазір айту мүмкін, Табиғат ағай, вы что, тоже были бандитами? Жоқ, мен бандит болған жоқпын, но енді просто ұлдармен төбелесу енді көп болады. И мынандай болды. 10-шы сыныпта ораза ұстайын дедік өзімізше. Әлі есімде 21-ші күні бір сыныптасым маған боқтап бір сөз айтып қалды. А мен 20 күн бойы боқтамаған. Ол мен үшін үлкен подвиг болған. Қатты үлкен подвиг болатын. Ол ты что, сабыр ету деген. Енді барлық қарап тұр, ол маған боқтапты. А мен жауап бермей тұрмын. И барлығынан бүйтіп, как так деген секілді нетеді. Или солай дедім ба, или мен өзім солай қабылдадым ба сол кезде. Вообще намыстандым, бірақ ұрдым. И ұру андай мектеп сыртына шығып, обычно турник жаққа барып төбелесетін, олай болған жоқ. Именно компьютерный класстың ішінде төбелессек бола ма? Именно компьютер класса бола ма сол кезде? Именно сол кезде 5 мұғалім оказывается сол кабинетте болып қалды. Завуч болып қалды по учебной части, компьютер мұғалім болып қалды, жатақхана директор болып қалды, биология сабағы мұғалім болып қалды и кім? Тағы бір кісі болып қалды. И төбелес болып жатқан уақытта ұл балалар ажыратқан жоқ бізде, енді ұлдар қызық көргісі келеді ғой. Болып жатыр. Бұл, кстати, мен КТЛ-де оқығанмын. Оқырмандарға, тыңдармандарға айтамын. И төбелес болды, анамына бізді айырды, мұғалім жаңа ашуланды, қатты ашуланды. Сосын қолыма деланы, папканы берді, бар кет деді. Мектептен шығасың дейді маған. Сосын барып, еще айтып қояды, жаз жатақхана директоры мұрнын сындырдың дейді. Мен жатақхана директоры мұрнын сындырған сіз? Ахметбей деген кісі болады. Сындырған жоқпын деймін. Вы мне хотите что-то вообще приписать деген андай не болды да. Жала жабатсыңдар деген секілді. Әкем шақырдым. Әкем ол кезде темекісі тартады. Бір темекісін бір тартты да, сосын жарайды жүр деді, сөйлесеміз деп. Келдік. Оказывается, былай болған екен. Балалар ажырамаған. Я помню, бір ударды бүйтіп шашына ұрайын деп қалған уақытта, мына шынтағыммен бүйтіп разгон алып ұрайын деген уақытта шынтақпен, оказывается, бірінші жүгіріп келген жатақхана директоры болып айырғысы. Ол бойы кішіректеудің. И тура мұрнына тиген ғой. Мұрны сынып қапты. Мен оны білмеймін вообще, ол арқамнан жүгіріп келген адам ғой, мен қайдан білемін оны. Еще аға, қалайсыз, ана мынау қожам деп сұрап жатырмын да, мұрны бытшыт ана. Кейін уже мектепке келгеннен кейін нормально дейді да. Ну, явно очень қиянат көрген да. Вот. Сөйтіп бірінші оразам солай болды. И содан кейін мен ойладым, сорлы екенсің сен бір. Даже соған да шыдай алмадым дедім да, оразаны бұзып жібердім. Мен қайдан білемін. Вот. Бұзу дұрыс емес екен, до конца ұстау керек екен. Бірінші оразам солай өтті енді. Боқтауға қиын болды. Сол. И, ну, в общем, солай. Тамақ жағынан қатты қиналдым деп ойламаймын. Но именно вот боқтау, өзін ұстау, сол жағы қиын болды маған. Шын айтайын. Бірінші оразам әлі есімде солай. Мектептен шығып кете жаздап, кейін көп нәрсені кешірім сұрап, бүйтіп-сөйтіп. Бір сабағым жақсы болды, олимпиадаларды орын алып жүрдім. Бірінші орында. Соған деп, еще плюс менің жаңа химия сабағынан қатысып, олимпиада химия мұғалімім араша түсіп, в общем, әлі до сих пор признательнмін. Кейін бірақ бір қызық жері, жылдар өткеннен кейін мені сол мектептен шығарып жібереді деген кісі кездестік. Мен ол кісіге шай құйып бердім деп. Жаңағындай самолеттан түнде, жолдан сапардан келген екен, сол кісіні күтіп алдық түнде. Сол кезде тамақ беріп нетіп жүрмін. Бүйтіп көз бүйтіп апам бұл мынандай да, маған қарайды да. Мен сол кезде түсіндім. Сол кезде деген кейін бертін келе уже түсіндім да. Ол өзінің қандай қате жасап қойғанынан Алла Тағала сақтап қойғанын түсінген екен. Егер мен мектептен шығарып жүрсе, мен бұзақылығым кетіп қалатын едім. Консультант емес, басқа адам, мен айлакер болатын едім.
мен өте андай как сказать адамдарды оқуды жақсы білемін и алдауды жақсы білемін, сонымен кетіп қалатын едім бәлкім. Ол кісі кәне таңғалып қарап отырды, қызық, бір сөз айтқан жоқ, бірақ өте таңғалып қарап отырды, шок болды. Кезінде мен мектептен лақтырып кетіп бар деген бұзақы баланың келіп маған шай құйып бергені бір қызық екен деген сияқты. Сондықтан бұл жерде айтарым бәлкім тыңдармандарға, егер балаларыңыз бір бұзақылық жасап жатқан болса, оған сразу үкім беріп, может быть, жазалаған дұрыс емес шығар, ұстап қойған дұрыс шығар. Бәлкім сіз білмейсіз, ол сол жерде ұстап қалсаңыз, сабыр етіп, соның құрметіне ол бала алады, мысалы, талай адамды қорғап қалады, талай адамды жақсы нетіп қалады, андай көмектесіп қалады. И мысалы өз басым ойлаймын, мен консультация келеді қаншама адам, соның сауабы сол кісіге де жазылады. Так, Табиғат мырза тағы да шығып кетті, интернетке байланысты. Интернет кішкене әлсіз болып қалған секілді. Так, міне қайттан запрос жіберді. Қабылдадым. Алло. Қайттан қош келдіңіз, Табиғат мырза. Үзіліп кетті. Жалғастыра беріңіз. Сол айтқым келген нәрсе сол, балаңыз ұрысып қалса, бұзақылық жасаса, қылмыс жасаса, тіпті әрине көз жама салу дұрыс емес, бірақ баламен жұмыс істеген дұрыс. Бала бұзақылықты бекерден жасамайды, просто оған внимание керек та, ол внимание алмағанда сөйтіп грубый формамен алады. Шашатады, сізді тозыртады. Былайша айтқан уақытта Алла тағала маңдайыңызға жазғанда бәрі мына баламен шашайды. Добровольно шашайсыз ба оны ойнап, или же оны проблеманы шешіп қалған нәрсе. Сондықтан ол баланы сақтап қалуға тырысыңыз и бұзақы болып кетуіне жол бермеңіз. Өйткені негізінде былай айтайын, шынымен де бұзақы балалар болады ғой. Вот солардан бір нәрсе шығады, ше. Тыныш балалар болады ғой. Олар ол тыныш өтеді өмір бойы. Ол примерно средний сондай уровенде қалып жүреді. Бұзақылардан бір нәрсе шығады. Потому что ол орнында тұра алмайды, ол отыра алмайды, ол ананы шұқылайды, мынаны шұқылайды. В общем, бір нәрсе доказать еткісі келеді, басын тасқа ұрады, бүйте түседі. Кейін бірақ түсінеді. Кейін өз секілді бұзақыларды түсінеді де, оларға көмектесуге жолдар іздейді. Сондықтан әулие тәрбиелегенше лучше бұзақыларды сақтап қалыңыз. Ол әлде қайда маңызды болуы мүмкін. Сен әулие тәрбиелейін дегенше. Мен ойлаймын, 10 әулиені тәрбиелегенше лучше бір бұзақыны сақтап қалыңыз. Ол намного дұрыс. Қоғамға көбірек пайдалы болады дейсіз ғой. Я. Ең хотя бы зияны болмайды да, хотя бы зияны болмайды. Керемет, Табиғат мырза, өте керемет эфир болды. Комментарийда да жазып жатыр, мына жақта жүректерден де көріп жатырсыз. Сізге көп рахмет. Енді оқырмандарға бір тілек айтсаңыз, сонымен эфирді ақырын аяқтайық. Алдымен сіздерге рахмет айтқым келеді, Елдос мырза, шақырғандарыңыз үшін көп рахмет. Енді оқырмандарға айтарым, қысқа уақыт ішінде көп нәрсені істеп тастау қиын да, но бала сізге аманат ретінде келді, ол сіздің меншігіңіз емес. Қанша жерден сіз ол баланы өзіңізге ұқсағанын немесе тыңдағанын қаласаңыз да, ол сіз секілді болмайды, ол өзгеше болады. Қалай сіз өз ата-анаңыздан өзгеше болғыңыз келді, дара болғыңыз келді, сол секілді ол балада сізден дара болғыңыз келді. Сондықтан сіз қалай кезінде мысалы клубқа қашып біз болатын, мысалы атынан тығылып, мысалы соны қалай тығылып қашқыңыз келеді, өзінше болғыңыз келеді, сол секілді балаңыз да сізден өзінше болғысы келеді. Сіз соны түсінуге тырысыңыз. Ол бала сіздің өтіп жатқан нәрсеңізден, мәрелерден өтіп жатыр. И оны басам, қорғау мақсатында қорғаймын деп басып тастау ол дұрыс емес. Бәрібір ол бір жерде шығады. Егер оны қазір сындырсаңыз, 20-30 жылдан кейін өзіңіз секілді психолог іздеп күтеді олды. Бәрібір бұл нәрсе алдынан келеді ол. Просто ол уже 20-30 жылдан кейін уже көп нәрсе өтіп кеткеннен кейін жүрген ол жақсы нәрсе болмайды. Сондықтан бала ол аманат, бала ол гүл. И ол гүлдің, әр гүлдің өзінің ашылатын мерзімі болады. Бірі тез ашылады, бірі кеш ашылады, бірақ ашылады. Главное, үстінен басып кетпеңіздер. Сол, еленбеңіздер, меншігім деп қарамаңыздар, түсінуге тырысыңыздар. И уақыт келгенде сіз өмір сүре алуға үйретіңіздер. Өйткені сіз бір күні көз жұмасыздар, кетесіздер. Сіз өмір сүруді үйренсін. Уже сіз болмай кеткен уақытта аяққа тұра алатын
қандай таратуға болатын сондайға үйретіп кетсеңіздер, самостоятельностьқа үйрету керек. Сол. Жақсы, рахмет. Өте керемет, өте пайдалы бір эфир болды. Сізге көп рахмет. Сізге шығармашылық табыс тілеймін. Біліміңіз арта берсін. Қазақ еліне, жалпы қоғамға пайдаңыз тие берсін иншалла. Келесі эфирлерде кездескенше аман сау болыңыз. Әмин Елеке. Рахмет. Жақсы. Ассалаумағалейкум.